Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыз пойыздарды қабылдау. 62-ші дәріс сабағының құрылымы, пойыздарды станцияға қабылдау және қабылдау паркінің жолдары. Жалпы пойыздарды біз қабылдаймыз, яғни басты жол бойынша кіру және шығу сигналдар арқылы пойыз станцияға кіреді, және де пойыздарды бос жолға қабылдаймыз. Аралық станцияларда пойыздарды станция кезекшісі, яғни ДСП табу арқылы, яғни стрелканы ашу арқылы кіру бағдаршамын жасыл белгі беріп, пойызды жүруге рұқсат береді. Сол арқылы пойызды бос орынға біз қабылдаймыз. Барлық пойыздар аралық станцияда, сұрыптау телімдік станцияларында бізде басты жол арқылы станцияға кіріп, басты жолдан қосымша жолдарға қарата бағыт алады. Жалпы, егерде жылжымалы құрам жолда тұрса, шығатын сигналдар ашуға болмайтын болса, соп құрылғылар істен шыққан жағдайда станцияның қабылдау жолдарының бос еместігі электрлік бағыттау құрылғыларына станцияның техникалық басқару актісінде көрсетіледі. Яғни біз Ту46 журналын толтыру арқылы біз соп құрылғыларын тексеріп жұмыс істеткіземіз. Ал жұмыс істегеннен кейін біз қайтадан автоблокировка және жартылай автоблокировкаге жұмыс атқарамыз. Істен шыққан жағдайда біздер радио байланыс арқылы машинистпен хабарласып отырамыз. Станция кезекшісі жалпы бағыттама қосымының кезекшісінің бірге жолдың бос екендігін, пойыздарды қабылдауға маршруттардың дұрыс дайындығын тексеріп, одан соң барып кіретін сигналды ашып, және маневр жасайтын болатын болса, натур қағаздарын, телеграмма және сұрыптау қағаздарын қарап алады да, пойыздарды сол натур қағазы бойынша өзіне түсірілетін вагондарды алып қалады да, тиелетін вагондарды сол сұрыптау парктеріне даярлайды. Пойыздарды қабылдау станцияның тақалған кезде бізге ақпарат түсіп отырады. Яғни станцияның жұмысын жедел жоспарлау мақсатында бізде 12 сағат станцияға барлық бағыттардың келетін пойыздарды біздер пойыздар диспетчері ескертеді. Әр пойыз 4-6 сағат сайын жол бөлімшесінің ақпараттық тобының инженері станцияның маневрлік диспетчеріне келесі ақпараттар береді. Пойыздың номері, пойыз индексі, пойыздардың вагонның саны, жауамен келу уақыты хабарланады. Және нақты ақпаратты телеграмма арқылы натур қағазын жіберіп отырады. Және қабылдау паркінің жолдары жалпы бізде әртүрлі бағыттан бізде тақ бағыт және жұп бағыт бойынша пойыздарымыз келеді. Қабылдау жөнелту жолдарының ұзындығы жалпы 1250, 1050, 850 мм болады. Жалпы пойыздар саны бізде 58 вагон мен 71 вагонның арасы қабылданады. Жүк пойыздар үшін, жолаушы пойыздар үшін 20-16 пойыздар қабылданады. Біздерде жүк пойыздар основной біздің қабылдау жолымызға сүйіп тұру керек. Яғни осьтердің санын есептейміз.